Мынаны көрсетсем шынымен сенбейтін шығарсыздар енді. Бірақ енді шынымен қараңыздар. Мына жақтан желініп кеткен көрінеді, мына жерге қалған. Ана жағында жартысы бар. Мына жеп тастаған осылай. Жоқ мына жер вообще почти. А мына вообще желініп түсіп қалды дейді ғой. Жоқ вообще өкше жоқ. Осыған маған жасап бер дейді. Мына бастарын көрдіңіздер ме? Қатты жеп тастаған. Үлкен кісі енді, үлкен ата. Тесіліп қалған. Осыны қимай жатырмын дейді. Тастау мына іші ыңғайлы дейді. Мына аяқтарым қисық дейді да. Сол көрініп тұр ма, мына жерде шығып кеткен қисық. Басқа аяқ киім кисем дейді, аяқтарым қысып, қажап жібереді дейді. Ал осыны кисем ыңғайлы дейді. Өйткені аяғы уже мынаған уже икемдесіп қалған ғой, үшін тастамай киген көрдім. Мына жерлер былай қисай, былай осыған осындай болып кеткен. Мен айтқам ғой, басқасын алып алыңыз, мына көп ақша шығармай қояқ десем тыңдамай, осыны жасап бер деп тұр. Қараңыздар қалай шығатынын. Алдына резинкасын жабыстырдым. Өкшесіне мынандай солдатский резинка жабыстырдым. И мынандай болып шықты. Екінші. Бұл өкшесі. Алдына резинкасы. Бітті. Бітті аға. Ата бітті. Жасақ қойдым. Тастауға қимайым дейсіз ғой, а? Я тастауға қимайым. Немерем береді. Сыйлық дейсіз ғой. Болды, болды аға. Маған қаласам болады. Кәлөс сияқты киіп жүре бересен. Кәлөс сияқты да болады. Келінім бар еді. Ата қойыңызшы, тастаңызшы дейді. Бек аяқтан тастайды адам. Қанша жыл кидіңіз? 10 жылдай болып қалды. 10 жыл болды ма? Мен көшіне білмеймін. Сау болыңыз. Бірақ болдым.